суфистер, қазіргі мына суфистер, негізінде суфистердің көбісі адасып кеткен екен негізінде. Сенімде адасқан ба? Иә, қазіргісі болсын, енді негізі кейіннен келіп жатқандар адасқан екен, көбісі да. Енді дұрыс, біреулердікі сәл дұрыстау, біздің Құрбанәліден жақсылаулар бар да. Бірақ негізінде ана Құрбанәлінің айтып жатқаны нағыз күфірлік ол, шайтан ол. Аузубилля да. Бірақ сол сөздерді басқа жерлерде де айтады екен сол сөзді. Әкең шешең қанша саған қызмет қылып жатыр болмаса, пирім саған мәңгі қызмет қылады. Әке шешең уақытша қызмет қылады. Пирім саған бұл дүниеде, барзақ әлемінде, жәннетке де сен жәннетке кіргізбейсің медетінен тоқтатпай. Қабырға. Субханалла, қандай рухтар әлемінің патшасы? Қай рухтар әлемінің патшасы? Рухтарға патша болу керек болса, қанша пайғамбарлар келіп, патша бол жалғыз, Малик, Алла. Пирімнің рұқсатысыз мүмкін нәрсені қалмайды. Есеп кітабы сауалдауын қылмайды. Азраил пирімнің рұқсаты менен сенің жаныңда. Адамның ақылына сыймайтын нәрсе ғой. Аузубилля. Анау шайтан соншалықты сөздерді тоқтап, соған кәдімгідей аналар сеніп қалған ғой. Кәдімгідей бар. Ол рухтар әлемі. Сен рухты түсініп отқан жоқсың. Рух ол көзге көрінбейтін әлем. Періштелердің де, жындардың да бәрін патшасы қылып қойған ғой оны. Жаңа қайсыз болған адамның да жаңа пірі айтып отыр. Оны Құрбанәлі айтып отқан жоқ оны. Оны негізінде сол суфистердің арасында бір мысал келтіреді. Құрбанәлінің аузынан шығып отыр да. Жаңағы енді астағфирулла мынандай сөзді айтып жатыр ғой. Бір кемпірдің баласы қайтыс болыпты дейді. Сөйтсе піріне кепті жылап. Пірім жалғыз балам бар еді, қайтыс болып кетті. Соны қайтарып беріңіз деп келген ғой, астағфирулла. Соны Құрбанәлі жаңағы ишан айтып отыр соны, аузубилля. Сөйте дегенде ана пір айтады екен, Азраилді шақырып алады екен ол. Кәдімгідей. Періштені көре ма бір ойлай ғой ана. Енді кәдімгідей ол жаңағыдай өзін қандай дәрежеде сезініп жатқанын білмеймін. Азраил берге деп шақырып алады екен, Малакул Маут шақырып алады екен да. Сөйтеді айтады екен. Мынау обал ғой дейді екен да, мынау кемпірдің жалғыз баласының жанын алып кеткен не дейді екен да. Сөйтсе піріне айтады екен. Енді солай болды, тағдыр солай екен ғой деп. Жоқ олай болмайды, қайтар депті. Кәдімгідей анау біздер жаңа бір баламыздың затын тартып алып қойса барып береміз ғой, ұят қой мынадан қайтарып берсең, не мынау жап-жас баланың затын қалай ала аласың деп. Сосын кейін Азраил алейхиссалам айтады екен да, бермеймін бұны, Алла Тағала осылай бұйырған десе. Бермейсің бе деп, бермеймін. Қолынан жұлып алыпты дейді ғой. Оны өзіміз қанша рет көргенбіз. Рұқсаты менен келіп, рұқсатсыз келмейді. Ана пирім әлемнің патшасы болған. Бір кемпір баласы өліп қалыпты енді. Ертең келіп, балам өліп қалды, жалғыз бала, мен бағатын балам, ешкімім жоқ. Азраилді шақырып алып, братан, анам жалғыз бала сен жанын қайтарса, енді деуім, Алла енді амір қыл, мені қайтара алмаймын десе, қайтармайсың ба деп қолынан жандар тартып алды, таратып. Соған сеніп жүр ғой сондай фантастикаға. Соны енді ұстаз қылып жүр. Енді астағфирулла, бұл адам баласына Алла Тағала хидаят қылмаса ше, адам баласының бәрі адаса береді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде астағфирулла айтады: "Ман яхдихиллаху фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху" дейді. Кімді Алла тура жолға бастаса, оны ешкім тура жолдан адастыра алмайды. Біздің хидаятымыз солай болсын. Алла бізді хидаят қылды ма, тура жолдан адастырып қоймасын. Адасу ол, Құдай сақтасын. Құдай тастап қойса адасып кетеміз. Сол үшін Алладан көп сұрауымыз керек. Жаңағы Құранда үйреткендей, Раббымыз бізді тура жолға түсіргеннен кейін бұл тура жолдан жүректерімізді бұрып қойма. Сен өзіңнің рахматыңмен, кешіршілігімен Алла Тағала ең береген Вахаб та, Әл-Вахаб. Сол үшін одан сұрауымыз керек. Хидаят тұрақты болу үшін. Түсінесіз ба? Ал енді қараңыз, осы нәрсе бізге күлкілі. Өйткені бұл күлкілі емес, бұл жылайтын нәрсе ғой негізінде. Соншалықты анау нөлебай, анау біз балдарымызды да өйтіп алдамайтын шығармыз деймін да.
сонша ақылы бар, басында миы бар, үлкен адамдар соған алданып жатқанына таң қаламын да. Сол ертек қой былай айтқанда. Ертек фантастика сияқты да. Ол біздер рухтар әлемін періштелермен біздер періштелерді қалай көресің мысалы? Өзің ойлап қара. Не бір мықты әулие кісілер болды, ғалым кісілер болды. Мысалы, имам Бухари ең жаңағыдай үмметтің ең жақсыларының, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад ибн Хамбал. Не бір мықты ғалымдар. Олардың өзі, мысалы, ең ілімді терең білген ғалымдар. Ондай сөз айтпайды ол кісілер. Өйткені олар шынайы Алладан қорқатын, Құдайдың ең сүйікті пенделері ғой. Бұлар сол мазхабты ұстаймыз, Абу Ханифа мазхабын ұстаймыз, Матуриди ақидасын ұстаймыз деп алады да, осындай сөздер айтып жатыр. Ол әрбір адамда, мысалы, әрбір адамда ол малакул маутты көруді Алла Тағала өз рахматымен көрсетсін. Малакул маутты пайғамбарлар көрген кезде қорқып қалған негізінде. Пайғамбарлардың өзі кәдімгідей әбігерге түсіп қалатын болған да. Неге? Өйткені оның миссиясы жан алу ғой. Алланың әміріне бойсынған қалде. Ол Алланың әмірімен ертең қиямет болған кезде Аллаху Субхану ва Тағала ертең бүкіл жердің бәрін қиратып, қияметте ең соңында жаңағыдегі періштелер қалады. Сол кезде мысалы ең үлкен періштелер жаңағы Джабраил, Азраил, енді Малакул Маут, Микаил, Исрафил. Исрафил алейхиссаламның да жанын ала деген да, сұрды қойсын аршыға жанын ал деп. Исрафилді де, Джабраилді де, Микаилді де Джабраил алады жанын. Қандай алпауыт періштелерді. Бұл болмайтын бір фантастиканы айтып отыр қазір. Кейін аршыны көтеріп тұрған періштелердің жанын алады. Аршыны көтеріп тұр 8 періште. Сол періштелердің жанын алады. Ең соңында жаңа азыр Алла Тағала өзінің ашулы бейнесіне кіреді. Алла Тағала Құдай сақтасын. Бұл мүлк кімдікі де. Жаңа жерде сұрайды, кім қалды Азраил? Раббым, сен қалдың мәңгі тірі. Мен қалдым мискин, уже қорқып тұр. Малакул маут қорқып тұр Раббысының алдында. Өл дейді Алла Тағала. Сол кезде ол да өледі. Сондай жаратылыстарды ол адамның көзіне көрінбейтін, ол өте маңызды жаратылыстар, үлкен жаратылыстар. Джабраил алейхиссаламды ойлаңыз. Пайғамбар саллаллаху мен көкжиекте көрдім дейді. 7 қабат аспанмен бірге көрдім, шынайы бейнесін. 600 қанаты бар деген. Бір қанатының өзі мынау көкжиекті басып қалады дейді. Сондай алпауыт періштелердің жанын алатын малакул маутпен оны жаңағыдай қолынан жұлып алады екен да жанын. Қолынан жұлып алады екен да, қайтып бере салады екен да. Бұл фантастика ғой. Ешқандай шариғатқа сай келмейтін өтірік сөздер да. Енді Құдай сақтасын, періштелердің өзі, жалпы адам баласының өзінде қанша періште қызмет қылып жатыр? Ол біздің Құран-ы Кәрімде аяттармен санайтын болсақ, 4 періште. Жаңа жүрек тұста бір періште бар. Керома катибин, жаңа қадірлі періштелер, 2 иығымызда тұрған періштелер. Ар жағында алдымыздан, артымыздан оқшаулап жүрген періштелер бар. Жүрек тұсымызда жақсылықты біздерге сыбырлайтын періште бар. Бір шетінен шайтан сыбырласа, екінші шетінен жақсылықты періште сыбырлайды. Осы періштелердің өзін біздер көре алмаймыз. Азраил алейхиссаламды келген кезде, ана періштелердің жұмыс бітеді, Азраил ісіне кіріседі. Ол дінді оқыған адам ондай сөз айтпау керек қой, енді Құдай сақтасын.